Қайырлы кеш, қадірлі көрермен қауым. Қазақстан Республикасында алқабилер сотының пайда болуы тәуелсіздік алған сәттен бастап әлемдік талапқа сай құқықтық мемлекет құруға жасалған ұмтылыстың нәтижесі. Жалпы құқықтық мемлекеттің басты қағидаттары сот әділдігінің заң шеңберінде атқарылуынан, халықтың сотқа қолжетімділігінен көрінсе керек. Бұқараның сот төрелігін жүзеге асыруға қатысуы мемлекеттің демократиялық бағытта дамуының бірден бір көрсеткіші. Өйткені бұл үрдіс онда қабылданған шешімнің заңдылығымен қатар әділетті болуына да ықпал етеді. Алқаби соттың қылмыстық істі заңда белгіленген тәртіппен қарауына қатысуға шақырылған және ант қабылдаған Қазақстан Республикасының азаматы. Оларға Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінде белгіленген тәртіппен қылмыстық іс бойынша сот төрелігін жүзеге асыруға қатысу жөніндегі өкілеттіктер берілген және бір-бірімен тең мәртебеге ие. Бағдарламаның бүгінгі тақырыбы алқабиге кандидаттарды іріктеу. Тақырыпты жан-жақты талқылау үшін бүгін біз төрелік бағдарламасының студиясына Ақмола облыстық мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Ғалым Қайшыбекті шақырып отырмыз. Ғалым Айдашұлы, алқабилерді іріктеу және қалыптастыру тәртібі қандай заңмен реттелген? Алқабилерге кандидаттардың тізімін кім жасақтайды? Оларға қойылатын талаптардың қандай да бір ерекшеліктері бар ма? Кез келген азамат алқаби ретінде қатыса ала ма? Алқабилер туралы Қазақстан Республикасының заңы бар және Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексімен осы мәселе реттеледі. Біріншіден, әр жылдың қыркүйек айында облыстық соттың төрағасы осы жылы неше іс қаралды, соның санына қарап, шамалап, келесі жылға жергілікті әкімшілікке. Облыстық әкімшілік аудандарға бөліп береді. Сол тізімдерді мүмкін бір ауданға 20 адамға алқабилер кандидат жіберу мүмкін. Бүкіл осы Ақмола облысы бойынша тізімдер кетеді. Сосын барып, аудандық жергілікті орган сол тізімдер арқылы алқабилерге кандидаттарды осы кәдімгі біздің сайлаушылар тізімнен алып, тексеріп, сосын барып бүкіл тізімді қайтадан облыстық әкімшілікке жібереді. Ол жерде бірыңғай тізілмен қосалық тізім дайындалады. Сосын барып сол тізімді ағымдағы желтоқсан айында жіберу керек. Өйткені бірінші қаңтардан бастап алқабилерге кандидаттар сол тізімнен алынады. Сосын барып қандай ерекшеліктері бар? Ол жерде біріншіден 25 жасқа толмаған адам алқаби бола алмайды. Егер де 25-қа толып жатқан күнде де оның туған жылын, айын, күнін көрсету керек болады. Сонымен қатар бұрын сотталған адамдар және де судьялар, адвокаттар, прокуратура қызметкерлері, полиция қызметкерлері, жалпы мемлекеттік қызметкерлер алқабиге кандидат бола алмайды. Және де өзіне тән мәселелер бар, өйткені 65 жасқа толған адам өзінің жазбаша немесе ауызша өтініші бойынша босатылуы мүмкін. Сол жергілікті атқарушы органға арыз жазып, қатыса алмайтынын түсіндіріп, сонымен қатар тізімді жинақтап жатқан кезде адамдар өзін не себепті қатыса алмайтынын көрсетіп, арыз жазып, оларды босатылуы мүмкін. Бас тартуларына болады. Жеребе тастау арқылы алқабилер алқасын құру. Бұл процедура қалай жүзеге асырылады? Бұл бірнеше сатыдан өтеді. Соңында, мысалы айтайық, егерде 17 алқабиге кандидаттардан 17-ден астам адам қалатын болса, айталық 20 адам қалды. Сол 20 адамның сот отырысының хатшысы келген алқабилер кандидаттардың бәрін тізімін жазып, әрқайсысына билет береді, аты жөндерін көрсетеді ол билетте. Мысалға, сол іріктеу кезінде 20 адам қалатын болса, алқабиге кандидат, сол 20 адамның билеттерін жәшікке салынады билеттер, сосын барып араластырылады. Сосын 17 алқабиге кандидат қалу үшін ішінен төрағалық етуші 3 билетті алып тастайды. Сол 3 билеттің аты аталған адамдар босатылады. Қалған 17 билеттің ар жағы уәжсіз қарсылық білдіру деп аталады. Ол уәжсіз қарсылық білдіру негізгі құрам 10 алқабиден тұру керек және 2 қос алқаби. Сол 12 адам қалу үшін 2 билетті уәжсіз қарсылық білдіреді прокурор және 3 алқабиге кандидатты қорғанушы тарап қарсылық білдіреді. Уәжсіз қарсылық деп аталады. Соңында 12 билет қалған кезде оны төрағалық етуші судья жәшікке салып, араластырып, сосынан біртіндеп ала бастайды. Және кімнің аты бірінші аталады, аты жөні сол бірінші алқаби болып есептеледі. Солай нөмірленіп отыра береді. 10 алқаби негізгі құрам болып есептеледі. Және соңғы 2 билеттегі аты аталған алқаби кандидаттар қосалқы алқаби
болып есептеледі. Ғалмайдашұлы, алқабилер қай кезде ант қабылдайды, ол қалай реттеледі? Осы процедураның бәрі өткеннен соң алқабилерге төрағалық етуші орындарына отыруын сұрайды. Орындарына орналасқаннан кейін сотқа қатысып отырғандардың бәріне не төрағалық етуші, не сот отырысының хатшысы тұрыңыздар, орындарыңыздан тұрыңыздар деп өтінеді. Сосын барып, егер қандай да болмасын осы іріктеу, қалыптастыру барысында заң бұзушылық кетпесе, онда осы 12 алқаби ант береді, адал шешім шығару туралы салтанатты түрде ант береді. Алқабилердің сот талқылауына қатысуының жалпы шарттары қандай? Осы аталған 12 алқаби, жаңа қосалық екеу, негізгі 10, бүкіл іс бойынша дәлелдемелерді қарауға, заттай дәлелдемелерді қарауға, сонымен қатар келген куәлерден жауап алынады, соларға төрағалық етуші судья арқылы сұрақ қоюға, сосын сот тергеуі біткеннен соң әрине шешім шығарады осы дәлелдемелердің негізінде. Ғалмайдашұлы, сот талқылауына қатысу үшін алқабиге кандидаттарды алдын ала кездейсоқ таңдау тәртібі қалай жүзеге асырылады? Жаңа айтып өттім, бірыңғай тізіммен қосалқы тізім келіп түскеннен соң, мысалға алдын ала тыңдау өткізіледі. Егер де алдын ала тыңдау барысында сотталушы істі алқабилердің қатысуымен қарау керек деген өтініш мәлімдейтін болса, сот онда міндетті түрде сол істі алқабилердің қатысуымен қарау керек. Сосын осы алдын ала тыңдау отырысы болғаннан кейін қаулы шығарады сот. Сол қаулысында неше алқабиге кандидаттар керек екені көрсетіледі қаулыда. Сосын бар сот отырысының хатшысына өкім береді. Сол өкімнің негізінде сот отырысының хатшысы кездейсоқ таңдау жасайды. Ол компьютерлік түрде өтеді. Алқабилер кандидаттардың аты жөні көрінбейді ол жерде. Мысалға айталық, 120 алқаби кандидат керек болатын болса, компьютер арқылы жаңа айталық нүктесін басатын болса, сосын барып қана шығады. Мысалға айталық, 10 алқаби кандидаттар Степногор қаласынан шықса, оны мүмкін Зеренді ауданынан шығу мүмкін. Сол сияқты бүкіл Ақмола облысынан, тек қана Ақмола облысынан және Көкшетау қаласынан шығулары мүмкін. Сосын шыққаннан кейін барып өздерінің аты жөндері, қайда тұратындары, ЖСН-і бәрі көрсетіліп тұрады. Сол көрсетілген тізім бойынша шақырылады сотқа. Сот талқылауына қатысу үшін алқабиге кандидаттарды іріктеу қандай ережелерге сүйене отырып жүзеге асырылады? Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінде көрсетілген, ол 4 сатыдан өтеді. Біріншісінде сотқа қатысушылардың пікіріне сүйенбей, пікірін тыңдамай, ол өйткені заңда көрсетілген. Егерде айталық 65 жасқа толмаған адам қатысатын болса, ол егерде жазбаша түрде немесе ауызша түрде өтініш білдіретін болса, қатыспайтын туралы ол босатылады. Сосын барып 3 жасар жасөспірім баласы бар әйелдер ауызша түрде өтініштермен босатылуы мүмкін. Және де мынау қызметтерінен босатуға қиын ол педагогтар, дәрігерлер, сол сияқты қызметте істейтін адамдар, олардың да өздерінің өтініші бойынша босатылуы мүмкін. Және алдында соттылығы болатын болса, олар да босатылады. Сонымен қатар өздері жазбаша түрде немесе ауызша өтініш жасайды, не себепті қатыса алмайтындар туралы. Немесе осы іс бойынша, егерде басқа да бір ақпараттар арқылы білетін болса, осы іс бойынша. Немесе осы іс бойынша алдында куә болып қатысқан болса, немесе адвокат болып қатысқан болса, сол сияқты себептермен өздері соны білдіріп, ауызша өтініш жасап, босатулары мүмкін қатысудан. Ғалмайдашұлы, алқабилер қатысатын сот отырысын тағайындау кезінде алдын ала тыңдау тәртібімен шығарылатын шешімдердің ерекшеліктері қандай? Алдын ала тыңдауды сот отырысын өткіземіз, сол кезде ең бірінші сол өтініш хаты бар ма, жоқ па, соны сұраймыз. Егерде өтініш хаты алдында білдірген болса, сотқа дейін тергеп тексеру барысында, онда сотталушыдан соны қолдайды ма, қолдамайды ма, соны сұраймыз. Егерде қолдайтынын білдіретін болса, онда міндетті түрде сот істі алқабилердің қатысуымен қарау керек. Егерде жоқ, қолдамайын дейтін болатын болса, онда сот кәдімгі кәсіби судьямен алқабилердің қатысуынсыз қаралады. Және егерде алдын ала тергеп тексеру барысында ешқандай өтініш мәлімдемеген болса, сотталушы, онда сот алдын ала тыңдау барысында, сот отырысында іс материалдарында өтініш хаты болмайтын болса, онда сұрайды сот. Сіздің қылмыстық ісіңіз алқабилердің қатысуымен қаралуға жатады. Өтінішіңіз бар ма? Алқабилердің қатысуымен қалайсыз ба? Сол туралы сұрайды. Және оның егерде қабылдайтын болса, қалай іс қаралатын туралы соның бәрі түсіндіріледі сотталушыға. Төрағалық етуші алқабиге кандидаттарды істі қарауға қатысудан қай уақытта босата алады?
бұл және айтып өттім 4 сатысына өтеді деп. Сол сатылардан кейін де өтіп болғаннан кейін. Мысалға айталық, бірінші сатысы ол жаңа қатысушылардың пікірінсіз босату, жаңа айтып өттім, 65 жасқа, 25 жасқа толмағандар туралы. Сосын барып екінші сатысы ол өздеріне қарсылық білдіру. Яғни не үшін қатыса алмайтындар туралы айту керек. Үшінші сатысы ол тараптардың қарсылығымен. Егер де алдында осы іс бойынша тергеуші болып, куә болып келген болатын болса, сондай мәселелерге байланысты тараптар оған қарсылық білдірулері мүмкін. Ол қарсылықтан кейін жаңа уәжсіз қарсылықтар болады. Бірақ та сот тергеудің сатысына байланысты емес, кеңесу бөлмесіне кіріп кеткен жағдайда да, егер де қандай да бір себептермен қатыса алмайтын болса, немесе бір қандай да бір себептер болатын болса, қатысуға мүлдем болмайтын осы Алқаби. Сол туралы кейбір кезде мәліметтер болып қалады. Сонда қайтадан кеңесу бөлмесінен шығып, Алқабиді босатып, оның орнына қос Алқабиді тағайындайды орнына. Алқабиге кандидаттардың өздігінен бас тартуы туралы мәселелер қалай шешіледі? Өздігінен бас тартуы, жаңа айтып өттім, бұл екінші сатысында, бірінші сатысынан өткеннен кейін өздігінен бас тарту. Мысалы, кейбіреулер айтады, я мен осындай жерде жұмыс істеймін, бірақ та үй шаруашылығым бар. Немесе Ерейментау жаңағы алыс аудандардан келе алмаймын, жете алмаймын деп. Және де басқа бір себепті дәлелдермен келе алмайтынын білдіріп, ауызша өтініш хат білдіреді. Соның негізінде босатылады ол кісілер. Алқабиге кандидаттарға қарсылық білдіру туралы мәселелерді шешудің жолдары қандай? Бірінші шешу мәселесі ол бірінші сатыда тараптардың пікірінсіз босату. Сосын барып қарсылық білдіреді тараптар екінші сатысында, ол жерде де босатылады. Егер де қарсылықтары себепті болатын болса, дәлел себептермен қарсылық білдіретін болса. Үшінші сатысында да ол уәжсіз қарсылық білдіру жаңа прокурор мен қорғанушы тарап. Прокурор 2 Алқабиге кандидатты уәжсіз қарсылық білдіру мүмкін екеуіне, 3 Алқабиге кандидатқа қорғанушы тарап қарсы білдіру мүмкін. Сол себепті осы сатылардың бәрінде босатыла береді. Ғалмайдашұлы, Алқабиге кандидаттарға уәжсіз қарсылық білдіру дегеніміз не? Тараптарды қарсылық білдіріп болған уәжсіз қарсылыққа көшеді. Ол жерде жаңа айттым ғой, 17 Алқабиге кандидат қалатын болса, 17 билетті мысалға прокурорға береміз. Прокурор алады да 17 билетті. Ішінен 2 билетті таңдап, сол билетке жазады уәжсіз қарсылық деп. Айтылмайды ол не үшін, қай себептен ол қарсылық білдіріп жатқан. Заңда солай көрсетілген уәжсіз қарсылық деп. Төрелік етуші судья сол 2 билетті алады да, аты жөндері көрсетілген ғой. Аты жөндерін айтып, сіздер боссыз деп Алқабилерді одан ары қараудан босатылады. Және де осыған сәйкес 3 Алқабиге кандидатты уәжсіз қарсылық білдіреді қорғанушы тараптар. Олар да еш нәрсе айтпайды. Бірақ та егер де отырған Алқабилер кандидаттардың аты жөндерін білмейді ғой, түрлерін қарап, орындарынан тұрып сұрауға, қолдарын көтеруге, немесе жаңа билетін көтеруге олардың құқы бар. Солай сұрауға, билетіңіз көтеріңізші деп, жаңағы аты жөнін біліп, сосын барып уәжсіз қарсылық білдіру мүмкін. Ғалмайдашұлы, Алқабиге кандидаттарды іріктеу, оларға қойылатын талаптарға қатысты жан-жақты түсініп бердіңіз, алғысымызды білдіреміз. Алқабилердің қатысуымен сот ісін жүргізудің мақсаты қоғамдағы азаматтардың құқықтарын қорғау ісіне қатысу, сот төрелігінде әділ үкім шығаруға атсалысу, сонымен бірге азаматтардың мүдделерін, заң талаптарын бұзуы әрекеттерінің қорғау екені даусыз. Алқабилер соты қолданылатын салаларды кеңейту, соттардың халыққа бір қадам жақын болуды қамтамасыз ететін шаралар. Қадірлі көрермен қауым, осымен төрелік бағдарламасының бүгінгі шығарылымы аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.